Бүгін бізде супер микро серверлерін орнату видеосы болады. Бұл жерде көріп тұрғанымыз міне екі супер микро сервері, мынау hard диск, жесткий диск салатын корсеттері. Бұл жерде бірнеше жесткий диск салуға мүмкіндік бар. Серверді жалпы шолып арт жағына қарайтын болсақ, бұл жерде көретініміз қоректендіру блоктары, шығыс порттары, Ethernet, VGA. Мониторда әзірге еш нәрсе жоқ, ар жақта көретініміз бұл екінші сервер. Ол жерде де сондай. Екі сервер бір-біріне өте бір сервер негізі айтқанда. Енді бұл жерде кірісетін болсақ, біз қатқыл дискілерді аламыз. Hard диск, бұл жерде 10 терабайттық дискілер. Оны корсетке жақсылап кигіземіз. Бұл жерде бекіту нүктелері сәйкес келгенін қараймыз. Одан кейін комплектіде бірге келетін бұрандаларын алып қатыруды бастаймыз. Бұл жерде көретіндеріңіз кәдімгі қарапайым бұранда. Әр жағынан 3-тен қатырамыз. Бұл жерде барынша тұрақтылықпен инструкция бойынша. Енді екеу қатырып, төртеу қатырса да болады. Бұл жерде 6 бұранда қатырамыз, жақсылап бекітеміз. Міне корсетке біздің hard диск орнатылды. Барлығы жақсы. Енді оны ұяшыққа келіп кигіземіз. Бұл жерде енді ішкі жағы көрінбейді, алайда мына жерде қосымша корсетті ала тұрайық. Одан кейін жаңағы бекіткен қатқыл дискімізді осы ұяшыққа келіп орнатамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Қатты күшке салмаймыз, дұрыс салғанымызды қадағалаймыз, алдын ала қарастырамыз, одан кейін итеріп салған соң бекітеміз. Сол сияқты келесі корсеттерді де алып, орнына қатқыл дискілерді салуды жалғастырамыз. Міне мына жерде кішкене шолу жасайтын болсақ, ешқандай қиындығы жоқ. Сол қатқыл дискілерін бұл жерде 20 дискі саламыз, әрқайсысына 10 дискіден. Мынау екінші компьютер, мына жерде Тайванда шыққанын көреміз серверлік машинаның. Басқа артық ақпараттар, көп ақпарат бермеу мүмкін. Бірақ моделін барлығын мен описаниеде қалдырамын. Одан кейін біз мониторды, клавиатура, мышка, тінтуір қосамыз және серверді іске қосамыз. Барлық қатқыл дискіні салдық, серверді іске қостық, алайда бізде мониторда ешқандай қазір көрініс шықпайды, изображение болмады. Оның себебін сіздерге түсіндіре кетейін. Бұл жерде екі шығысы бар, яғни біреуі VGA, ол материнский плата аналық платадан шығады, екіншісі ол сыртқы видеокарта. Бұл жерде видеокарта NVIDIA GTX моделі. Міне дискінің бәрі салынды, алайда ешқандай ары қарай біздің серверлік машина жүктелмеді. Бұл жерде шығыс интерфейсі қазір ішінде орнатылған осы қосымша видеокартаға кетіп тұр, және видеокартаға біз монитор қоспадық. Сонымен қатар ол жерде видеокартаның драйвер орнатылмады, және де материнский платаның ішінде джамперлер бар. Сол орнатылмаған. Міне оны қазір видеода көрсетемін. Егер осы жерде өздеріңіз паузаны бассаңыздар, міне GPG1 дегенді көресіздер. Сол жерде 3 пин болады, 1, 2, 3. Қазір 2 мен 3-ке қосылған. Біз оны алып, қазір былай жасаймыз, бұрандамен осы видеокарталарды шығарып тастаймыз. Сыртқы видеокарталарды алып тастаймыз. Бізге осы қарапайым өзіміздің VGA-дан видеоның шыққаны керек. Міне VGA-дан бізге видеоның шыққаны керек. Сондықтан джампердің орнын ауыстырамыз. Жаңағы GPG1 джампері, оны 1 мен 2 позициясына қоямыз. Одан кейін бізде BIOS-қа шығу мүмкіндігі болады. Бұл жерде Advanced, соның ішінде жаңағы RAID контроллерді настройка жасау, конфигурация, Create Virtual Disk, міне RAID Level 6 жасаймыз. Бұл жерде қатқыл дискілерді таңдаймыз. Біздің қатқыл дискілер бұл жерде 10 саны берілді. Міне HDD SATA 10 терабайт. Енді 10 терабайт деп айтылады, бірақ жобамен 9 терабайттай көрінеді. Одан кейін барлығын таңдаймыз. Оның барлығын RAID-қа қосамыз. Осы RAID 6-ға. Бұл жерде барлығын бірге таңдауға болады, алайда мен қазір барлығын жеке-жеке көрсетудемін. Мына жерде санасаңыздар 10 қатқыл диск. Оның барлығын RAID-ке қосамыз. Өзгерістердің барлығын сақтаймыз. Міне сәтті орындалды дейді. Одан кейін
virtual дисктің сайзы міне көріп отқандарыңыздай 72 терабайт болды. Virtual drive name атын береміз. Бұл жерде RAID 6. Одан кейін 100 терабайт hard disk деп жазсақ болады, немесе RAID 6 100 терабайттық virtual диск. Бізде RAID дискі пайда болды виртуалда. 72 терабайттық. Ол жерде stripe size 256 килобайт қалдырамыз. Read policy read ahead. Бұл жерде де үнсіз түрде қалдырамыз. Одан кейін төмен жағында көретініміз write policy. Оны біз write back. Оны да үнсіз түрде қалдырамыз. Input output policy direct. Access policy. Бұл жерде drive cache-ті біз disable жасаймыз. Бұл жерде cache жасаудың қажет жоқ. Access policy read write. Одан кейін барлық өзгерістерді сақтаймыз. Мына жерде конфигурацияларды сақ болыңыз дейді. Ол жердегі дисктегі барлық ақпарат жойылады. Сондықтан сақ болу керек. Бұл жерде confirm жасау үшін оны enable жасау керек. Одан кейін барып нүктесін басамыз. Енді бізде қатқыл дискілердегі барлық ақпарат жойылып кетуі бар. Соны ескертіп отыр. Міне барлық ақпарат біз дейміз, себебі барлық жаңадан салынды. Окей. Міне virtual drive creation was successful дейді. Барлығы сәтті орындалды. Бізде RAID пайда болды. Енді осы жерде барлық өзгерістерді сақтаймыз. Одан кейін міне көреміз. Бізде жаңағы virtual drive 0, RAID 6 100 терабайттық, RAID 6 барлық дискілердің қосылғанын көреміз RAID-ке. Ал енді біз операциялық жүйені бұл осы сервердің ішінде M2 деп аталынатын кішкентай SSD дискі бар. Сол SSD дискке операциялық жүйені орнатамыз. Енді бұл жерде қосымша мен ақпарат интернеттен қараудан сияқтымын. Тағы бір нәрсе сұрақтар туындаған сияқты менде. Ал төмен жағында көретініміз бұл біздің жаңағы міне видеокарта. Әзірге сыртқа шығарып тастадық. Ол бізде Nvidia RTX 200 деген модель болатын. Virtual Drive 0, RAID 6 100 терабайттық RAID 6 виртуалды дискісі пайда болды. Оның жүйесі оптималды деп қазір көрсетіп тұр. RAID настройка жасалды. Яғни 10 терабайттық жаңағы дискінің 10 терабайттың барлығын бірге біріктірдік. RAID 6 жасадық. Енді ол жерде ақпарат жоғалып кету қаупі барынша қорғалды. Сақтық шараларын қабылдадық. Енді бұл жерде BIOS-тан тағы көретініміз Advanced. Сол жерде қандай настройка тағы да boot менюді қараймыз. Қай жерден жүктеледі? Бұл жерде жүктелетіні UEFI hard disk. Boot option 1 бірінші жүктелу мүмкіндігі. Одан кейін CD DVD, USB hard disk тұр. Одан кейін USB CD DVD. Бұл жерде әрине түсінікті M2 жаңағыдай ішінде орнатылған SSD дискіге біз операциялық жүйені орнатамыз, және сол hard дисктен жүктелгені дұрыс. Енді біз қазір қосымша бұл жерде USB флешканы қосамыз. Одан кейін hard дискте, M2 hard дискінде ешқандай ақпараттың, ешқандай операциялық жүйенің болмауына байланысты біздің USB дисктен жүктелу басталады. Сондықтан бұл жерде еш нәрсені өзгертпесек болады. UEFI hard дискті қалдырамыз, ол дұрыс. Болашақта осы M2 hard дискінен операциялық жүйені жүктеу процесі болады. Енді қазір мен көрейін, мына жерде шын мәнінде негіз өткізіп жіберсек болады. Бұл жерде аса қатты қиындық жоқ, қарапайым компьютерлерге ұқсайды. Қайсысын жүктейтін таңдайсыз дейді. Қараңыздар, 4-ші позицияда UEFI USB флешка тұр. Key, ол Jet Flash Transcend 16 гигабиттік операциялық жаңағыдай 16 гигабайт. Partition 2. Сол жерде менде Windows Server 2025 операциялық жүйесі орнатылған. Оны мен Rufus'пен жазғанмын. Жүктемелі операциялық жүйесі, серверлік операциялық жүйе. Біз содан қазір жүктелеміз. Ешқандай өзгерістер жасамаймыз. Save changes and reset. Барлық өзгерістерді сақтаймыз. Одан кейін компьютерді перезагрузкаға жібереміз. Қазір Enter нүктесін басуым керек. Бұл жерде төмен жағында көреміз. Қараңыздар, boot override дегенді қарасаңыздар, менде қазір осы USB флешкадан жүктелмекші.
Енді кішкене күтеміз. Операциялық жаңағы біздің серверлік машина перезагрузкаға кетті. Міне супер микро серверлік машинасы жүктелуде. Қазір USB флешкадан біздің загрузочный дискіні қабылдап алады. Серверлік машиналардың жүктелуі кішкене уақыт алады. Бұл жерде қараңыздар, егер Dell'ді бассаңыздар, онда BIOS-тың сетапына баратын еді. Арт жағынан көрсететінім, бұл жерде міне біздің USB флешка, бұл жерде жаңағы серверлік операциялық жүйе. Одан кейін сол жағында көретін Ethernet кабель, ол бізде HP-дің ILO-сына ұқсайды. Осы супермикроның BMC деп аталынатын ұзақтан басқаруға арналған операциялық жүйесі. Яғни біз осы серверлік машинаны толықтай өшіруге, қосуға, немесе ол жердегі жаңағыдай операциялық жүйе орнатуға ұзақтан мүмкіндік бар негізі веб интерфейспен. Ал мына жерде көретініміз, қазір міне серверлік операциялық жүйенің файлдары жүктелуде. Компьютер бірнеше рет перезагрузка болуы мүмкін. Міне установка операционной система басталды. Тілді таңдаңыз дейді. Бұл жерде ағылшын тілінде қалдырамыз. Keyboard ағылшын тілінде. Мен бұл жерде операциялық жүйені орнатқым келеді. Барлық келісімшартпен келісемін. Next нүктесін басамын. Бірнеше нәрсені дайындаудамыз дейді. Сіз қайсысын орнатқыңыз келеді? Біз бұл жерде Windows Server 2025 Standard Edition Evaluation Desktop Experience, яғни бізде Graphical User Interface операциялық жүйенің қарапайым терезесі болған қалаймыз. Барлық лицензиялық келісімшартты төменге қарай түсіп оқып шығамын. Одан кейін мен оны қабылдаймын. Және ары қарай нүктесін басамын. Кішкене күтіңіз дейді. Бұл жерде жаңағы біздің орнатылатын дискілерді іздеуде. Қарасаңыздар, бұл жерде міне ешқандай бөлінбеген 500 гигабайттық M2 дискінің ауқымын көреміз. Төмен жағында көретіңіз, оның барлығы осы USB флешканыкі. Мен сондықтан осы 500 гигабайттық M2 дискісін таңдадым, және Windows серверді орнату процесі басталды. Бұл жерде айтылып тұрғандай, сіздің компьютеріңіз бірнеше рет перезагрузка болуы мүмкін дейді. Сондықтан күтіңіз дейді. Және орнату бірнеше уақыт алады. Міне қазір бірінші перезагрузка процесі кетті. Кішкене видеоны жылдамдатамын, және осы жерде операциялық жүйені орнату процесі сәтті өтті. Енді компьютеріңізді қосып қалдырыңыз дейді. Пайыздарды көреміз. 62%. Компьютер тағы да перезагрузкаға кетті. Одан кейін көретініміз, бұл жерде барлығы сәтті орнатылды. Бір қандай пароль енгізіңіз дейді. Мен қарапайым 1-2-3 деп енгізіп көрсем, әрине оны қабылдамайды. Бұл жерде айтады, сізге бұл минималды қауіпсіздік шараларын қанағаттандыру керек. Бұл жерде бас әріп, сандар, одан кейін арнайы бір белгіше қоямыз. Одан кейін операциялық жүйені орнату процесі аяқталды. Бұл жерде уақыттың және күннің дұрыс емес екенін байқаймыз. Қазір бұл перезагрузка болады. Администратор ретінде жүйеге кіреміз, және осы жерде біз алғашқы конфигурация настройка процестерін жасаймыз. Ол жерде көп нәрсе жасамаймыз. Бұл жерде әрине түсінікті, бірінші драйверлерді орнату керек, уақытын туралау керек, және барлық жаңартуларды орнату керек. Бұл жерде Windows-тың Azure деп аталынатын программасын қолданасыз ба? Біз оны әзірге қаламаймыз, жауып тастаймыз. Одан кейін компьютердің қазір уақытын туралауымыз мүмкін. Енді бұл жерде драйверлерді орнатайық. Сондықтан біз супермикроның ресми сайтына барамыз. Біздің motherboard серверлік машинаның тақшасы, ол жерде моделі көрсетілген. Міне жоғар жағында қарасаңыздар, MBD 12 X12 STLF. Одан кейін сол жерде менеджмент софтверлердің ішіне келеміз, және өзімізге қажетті программалық жабдықтарды іздейміз. Мынерде міне апдейт, жаңартуға арналған автоматтандырылған жүйесін көреміз. Қаласаңыздар оны пайдалансаңыздар болады. Бірақ бізді қызықтыратыны осы аналық тақшаның, материнский платаның бүкіл жаңағы драйверлерін қамтитын ISO файлы бар, дискісі бар. Сол дискіні қазір табуымыз керек. Ресурстар, сол жерде міне software, бұл жерде BMC firmware, одан кейін download driver CD,
міне драйверлердің CD дискісін көреміз. Так, оларды мен келесі парақшада ашамын. Міне, мына жерде көретініміз супермикроның осы CDR X12-ге арналған барлық драйверлерінің ISO файлы, кәдімгі дискісі деп айтсақ болады. Осы дискіні көшіріп аламын. Бұл бізде 4 гигабайт көлеміндегі дискі болады, қатқыл дискі. Қазір осы файлдың жүктелгенін күтейік. Міне downloads, міне 4 гигабайттық CDR дискісі. Оны біз қазір жүйеге қосамыз. Міне 4 гигабайт ISO файл. Көріп тұрғандарыңыздай. Так, оны біз қазір жүйеге қосамыз. Mount. Одан кейін бізде міне CD дискі пайда болды. Бұл жерде осы бізге қажетті барлық драйверлер бар. Мына жерде кішкене бір қате кетті. Мен оны қазір жауып тастаймын. Так, драйверді бұл компьютерге қоса алмай жатырмыз дейді. Так, енді шын айтқанда қайтадан шығарып қайта қойса салуға болады. Енді қараңыздар, бізде disk device менеджерге келеміз. Осы жерде драйверлерді іздейміз. Оны осы D дискісінен жаңағы жүктеп алған ISO файлдан іздейміз. Одан кейін бірінен кейін бірін орнату процестерін бастаймыз. Ешқандай қиындық жоқ, қарапайым компьютерлерге ұқсайды. Барлық драйверлерді тез орнатамыз және біздің жүйемізде, міне көріп отқандарыңыздай, біздің жүйелік тақшаның барлық чипсеттерінің, басқа да input-output device құрылғылардың драйверлері орнатылды. Сонымен қатар бұл жерде IVMS 4200 бағдарламасы керек еді. Ол жаңағы видео наблюдениеге арналған программа. Оны орнатамыз. Оны орнататын кезде ешқандай қиындық жоқ. Ресми сайтынан жүктеп аламыз. Бұл тегін бағдарлама. Одан кейін далее нүктесі ары қарай администратор ретінде парольді кейін қою керек. Енді компьютерді обновлениелерін барлығын жүктеп алғаннан кейін оны қайтадан бір рет жаңартуларды орнату үшін перезагрузкаға жібереміз, орнатамыз. Біздің операциялық жүйе толықтай жаңартылады. Бұл да кішкене уақыт алады, бірнеше перезагрузка процесі болады. Енді міне компьютерлеріміз толықтай жаңартылды, интернетпен қосылды және 5 қыркүйек 2025 уақытты дұрыс көрсетті. Енді қайтадан операциялық жүйеге кіреміз. Бұл жерде біздің қажетті бағдарламалар орнатылды, жаңартулар орнатылды, серверлік операциялық жүйе дайын. Енді біз дискілерді қарайық. Осы жерде қарасаңыздар, міне енді біздің дискімізді көруде. Диск 0, бұл логикалық дискі дейді. Оны орнату үшін екі жаңағы файл систем бар ол жерде. Partition style, MBR және GPT. Master boot record, одан кейін UID partition table. Бұл жерде GPT ол осындай үлкен терабайттық дискілерге арналған partition system, сондықтан GPT-ді таңдаймыз. Ары қарай нүктелерін басамыз. Одан кейін міне жаңа дискіні бір дискі атауын береміз. D дискісі және ол жерде NTFS file system, allocation unit size default қалдырамыз. Volume label жаңа volume, жаңа бөлім, new volume деп айтсақ болады. Одан кейін тез форматтау процесін іске қосамыз. Және next нүктесін басамыз бұл жерде. Біздің жүйемізде осы RAID контроллермен бапталған жаңағы 70 терабайттық дискіні компьютерге қосымша бөлім ретінде қосамыз. Біздің операциялық жүйе M2 SSD дискісінде орнатылған, ол бізде 500 гигабайт жобасында. Анау жерде көріп тұрғандарыңызда міне free space 443 гигабайт. Одан кейін мына жерде міне бізде жаңа дискі пайда болды. Ол бізде 75 терабайт көлемінде жобамен. Қазір компьютерді ашамыз. Этот компьютер. Міне көріп отқандарыңыздай 73 терабайт көлемінде. Мұнда операциялық жүйе орнатылған қосымша. Мұнда бізде бос орын пайда болды. Енді келесі мәселе, біз қайтадан осы видео картаны орнатуымыз керек жүйеге. Ол үшін программасын, драйверін орнатуға тырысамыз. Ресми NVIDIA сайтына барамыз. Осы жерде өзіміздің модель бойынша іздейміз. A2000 NVIDIA Pro
видео картасы және біздің операциялық жүйеге қатысты нұсқасын таңдаймыз. Соңғы нұсқасы 700 мегабайт көлемінде Windows Server 2025 операциялық жүйесіне. Енді бізге бұны жүктеп алу керек. View, осы жерде келісімшартын қабылдаймыз. 712 мегабайттық файлды жүктеп аламыз. Бұл драйвері біздің видеокартаның, одан кейін оны администратор ретінде іске қосып орнатуға тырысамыз. Енді бір қызық қараңыздар, сіздер жаңағы видеокартаны жүйеге орнатпасаңыз, онда таба алмаймыз дейді. Сондықтан видеокартаны орнына бекітеміз. Одан кейін қайтадан орнату процесін бастаймыз. Енді барлығы сәтті өтті. Бұл жерде міне орнату процесі жүруде. Жүйені тексеру, лицензиялық келісімшарт, одан кейін қосымша мүмкіндіктер, орнату процесі, install. Бұл жерде де ешқандай қиындық жоқ. Далее нүктесін басамыз, одан кейін device менеджерге келеміз. Және дисплей адаптерлерге келген кезде NVIDIA RTX A2012 гигабайттық видеокартаны көреміз. Міне видеокартаның драйверін сәтті орнаттық. Енді бұл жерде ары қарай еш нәрсе қалмады. Міне барлық дискілер қазір 10 дискіні сәтті орнатылғанын көреміз. Жүйеміз жұмыс жасап тұр. Сол сияқты екінші серверлік машинада дайын. Сонымен болды. Серверлік машиналарды, қатқыл дискілерді салдық, программаларды орнаттық, видеокартаны салдық. Мына жерде енді джамперді секірту мәселесі. Енді бізге сыртқы видеокартадан жұмыс жасау үшін, изображение шығару үшін джамперді қайтадан JPEG 2-3 пиндарына қосамыз. Осымен біздің жүйе дайын.